Ассалаумағалейкум достар, сізбен бірге мен Сариф. Достар, біз бүгін қалай TikTokта көп просмотр жинау керек екенін айтатын боламыз. Әрине, TikTokта біреудің видеосын ұрлап салсақ, ірекке шықпайды. Әрине, TikTok өзі сондай қылып шығарған. Біз бірінші өзіміз видео жасауымыз қажет, және де оны адамдар көретіндей қылып істеуіміз қажет. Және де просмотр көп жинау үшін TikToктың ішінің өзіне кіріп, плюсикті басып видео салсақ, ол көп просмотр жинайды. Және де музыканы TikToктан қойсақ та просмотр жинауға көмектеседі. Сіз біреудің видеосын ұрлап, монтаждап, неше түрлі қылып салсаңыз да, ол ешқашан көп просмотр жинамайды. Сондықтан біз адамдарға қызығатын, және де өзіңіз тек қызығатын видеолар салсаңыз, ол просмотр жинауға әбден көмектеседі. Және де бір құпиямен бөлісе кетейін. Біз видео салғаннан кейін TikToктан шығып кетіп, 1 сағат кірмеуіміз қажет. 1 сағат кірмесек, ірекке шығуға әбден көмектеседі. Сізбен бірге болған Сариф, мен шамалы болсын көмектестім деп ойлаймын. Сау болыңыздар.